Құрметті достар, 22 тамызға арналған жұлдыз жорамалға қош келдіңіздер. Бұл күн ерекше энергиясымен, күтпеген өзгерістермен және жаңа мүмкіндіктермен ерекшеленеді. Әр жұлдыз белгісіне ғалам өзінше бағыт беріп, алға қарай ілгерілеуге жол ашады. 22 тамызда ең бастысы асықпай шешім қабылдау және өзіңізге сену. Қарым-қатынаста адалдық пен түсіністік бірінші орында тұрады, ал жұмыста ұқыптылық пен еңбекқорлық табысқа жеткізеді. Бүгінгі күн сіздің жаңа қадамдарыңызға, маңызды шешімдеріңізге қолайлы сәт. Жұлдыздар сізге, өзіңізге сеніңіз, жүрек қалауына құлақ түріңіз, ал қалғаны өз ретімен келеді дейді. Осы аптадағы әрбір кішкентай жеңіс болашақтағы үлкен табыстардың бастауы болмақ. Тоқты. Бүгін тоқтылар үшін жаңа мүмкіндіктер мен тосын жаңалықтарға толы күн болмақ. Әдеттегі батылдығыңыз бен энергияңыздың арқасында сіз көптеген істі бірден қолға алып, басқалардан озық шыға аласыз. Бүгінгі күнде бастысы асығыс шешім қабылдамай, әр нәрсеге ақылмен қарау. Сіздің табиғи көшбасшылық қасиетіңіз әр жерде қажет болады, сондықтан айналаңыздағы адамдар сізден кеңес сұрайды, немесе бастама көтеруіңізді күтеді. Жұмыс пен қаржы. Қызметте белсенді күн күтіп тұр. Көптен бері ойыңызда жүрген бір істі жүзеге асыруға нақты мүмкіндік туады. Әріптестердің қолдауы да артады, сіздің идеяларыңыз бағаланады. Қаржы саласында табыс көзі артып, қосымша пайда табуға жол ашылады. Бірақ жұлдыздар шамадан тыс тәуекелге бармауға кеңес береді, тез пайда түседі деген ұсыныстарға сақ болыңыз. Махаббат пен қарым-қатынас. Отбасылы тоқтылар үшін бұл күн жылы әңгіме мен түсіністіктің күні. Сүйіктіңізге қамқорлық танытсаңыз, арадағы сезім бұрынғыдан да нығаяды. Ал жалғыз тоқтылар жаңа таныстыққа тап болуы мүмкін, бір қарағаннан ақ ұнаған жан жүрегіңізге ерекше сезім ұялатады. Бірақ асықпаған жөн, уақыт бәрін көрсетеді. Денсаулық пен көңіл күй. Энергияңыз мол, бірақ оны дұрыс бағытта пайдалану маңызды. Спортпен шұғылдану, табиғат аясында серуендеу, демалыс сізге сергектік береді. Асығыстық пен артық эмоциядан аулақ болсаңыз, көңіл күйіңіз тұрақты болады. Кеңес. Жұлдыздар сізге өз мақсатыңа сеніммен қадам бас, бірақ сабырды серік ет деп отыр. Қазір жасаған әрекетіңіздің нәтижесі алдағы күндерде жемісін береді. Торпақ. Торпақтар үшін бүгінгі күн тұрақтылық пен ішкі тыныштықты қажет ететін күн болады. Сіз көптен бері шешімін таппай жүрген кейбір мәселелерге нүкте қоя аласыз. Бүгін жұлдыздар сізге сабыр мен сенімділік сыйлайды. Әдетте асықпай ойланып әрекет ететін қасиетіңіз бар, дәл осы мінезіңіз 22 тамызда сізді көптеген қиындықтан сақтайды. Жұмыс пен қаржы. Бұл күні жұмыстағы істер біршама реттеліп, қолыңызға жақсы мүмкіндіктер түсуі мүмкін. Қызметтестермен қарым-қатынаста түсіністік орнайды, басшылық сіздің еңбегіңізді бағалайды. Егер жаңа жобаны бастауға ойыңыз болса, бүгін алғашқы қадамыңызды жасауға қолайлы сәт. Қаржы жағына келсек, күтпеген жерден қосымша табыс немесе тиімді ұсыныс болуы ықтимал. Бірақ жұлдыздар артық шығыннан сақтандырады, қажет емес нәрсеге ақша шашпағаныңыз жөн. Махаббат пен қарым-қатынас. Отбасылы торпақтар үшін бүгін жылы әрі жанға жайлы күн. Сүйіктіңізбен бірге ашық әңгіме құрып, бір-біріңізді бұрынғыдан да жақсы түсінесіздер. Ал жалғыз торпақтарға жаңа таныстықтар күліп тұр, тосыннан кездескен адам жүрегіңізге ерекше әсер қалдыруы мүмкін. Бұл күні өз сезіміңізді жасырмай, жүрек қалауына ерік бергеніңіз абзал. Денсаулық пен көңіл күй. Денеңізге жеңіл жаттығулар жасап, таза ауада серуендеген пайдалы болады. Көңіл күйіңіз көтеріңкі, алайда кешкі уақытты шаршау сезілуі мүмкін. Сол үшін өзіңізге уақыт бөліп тынығуды ұмытпаңыз. Дұрыс тамақтану мен ұйқы режимін сақтау сіздің энергияңызды толықтырады. Кеңес. Жұлдыздар сізге өз бағытыңыздан таймаңыз, уақыт сіздің жағыңызда деп отыр. Сізге берілген мүмкіндікті дұрыс пайдаланып, сенімді қадам жасаңыз. Егіздер. Бүгін егіздер үшін ерекше жаңалықтар мен қарбаласқа толы күн болады. Сіздің табиғи жылдамдығыңыз бен ойыңыздың жүйріктігі кез келген жағдайды шешуге көмектеседі. Бірақ тым көп нәрсені бір мезгілде қолға алсаңыз, шаршап қалуыңыз мүмкін. Жұлдыздар сізге басты мақсатты анықтап, соған күш салуға кеңес береді.
Жұмыс пен қаржы. Қызметте жаңа идеяларды жүзеге асыруға мүмкіндік туады. Қарым-қатынас шеберлігіңізді қолдана отырып, әріптестермен жақсы байланыс орнатасыз. Жаңа жобаларға бастамашы болу арқылы беделіңіз өседі. Қаржы жағынан күтпеген табыс болуы ықтимал, бірақ жоспарсыз шығын да артуы мүмкін. Махаббат. Егіздердің жүрек істерінде сезім толқып, эмоция көбейеді. Отбасылы жандар үшін бұл күн түсінісуге, бір-біріне жылы сөз айтуға қолайлы. Ал жалғыз егіздер бүгін күтпеген кездесуге тап болуы мүмкін. Әдеттегі сөйлесуге жеңілдігіңіз жаңа таныстықты ерекше әрі әсерлі етеді. Денсаулық. Бүгінгі күнде жүйке жүйеңізді күту маңызды. Артық уайым мен шаршаудан сақтаныңыз. Таза ауада серуендеу, йога немесе жеңіл жаттығулар сіздің күш-қуатыңызды қалпына келтіреді. Кеңес. Жұлдыздар айтады, артық ойды қоя тұрып, жүрегіңнің үнін тыңда. Сонда ғана дұрыс шешім табасыз. Шаян. Бүгін шаяндар үшін ерекше сезімталдық пен ішкі түйсікті тыңдайтын күн. Сіз кейде артық уайымға берілесіз, бірақ дәл осы күні жүрегіңіздің дауысы мен интуицияңыз сізді дұрыс бағытқа жетелейді. Кез келген шешімде асықпай, сезіміңізді тыңдасаңыз, қателеспейсіз. Жұмыс пен қаржы. Қызметте кішкене баяулау бар. Сізден шыдамдылық пен сабыр күтіледі. Шаяндардың еңбегі бағаланатын сәт алыс емес, бірақ бүгін асығыстық жасамаған жөн. Қаржыда тұрақтылық бар, алайда жоспардан тыс шығынға жол бермеуге тырысыңыз. Махаббат. Жақындарыңызбен жылы әңгіме құруға қолайлы күн. Қарым-қатынастағы реніштерді ұсақ нәрселерден өсірмеңіз. Отбасылы шаяндар бүгін бір-біріне қамқорлық танытады. Ал жалғыз шаяндар үшін жаңа таныстық жүректі жылытып, болашаққа үміт сыйлауы мүмкін. Денсаулық. Сезімталдығыңыздың әсерінен шаршағыш бола аласыз. Сондықтан өзіңізді демалту үшін уақыт табыңыз. Су жанында серуендеу, медитация немесе тыныш музыка тыңдау сізге пайдалы. Кеңес. Жұлдыздар ескертеді, сезіміңізді жасырмаңыз, ашық айтыңыз. Бұл сізді жеңілдетеді әрі қарым-қатынасты жақсартады. Арыстан. Арыстандар үшін бүгінгі күн жарқырайтын, өздерін көрсететін уақыт. Сіздің көшбасшылық қасиетіңіз айналаңызға ерекше энергия сыйлайды. Қай ортада болмасаңыз да назар сізде болады. Бастысы тәкаппарлыққа берілмей, сабырлы әділ болу. Жұмыс пен қаржы. Бүгін сіздің идеяларыңыз бен бастамаларыңызға қолдау табасыз. Жаңа жобаларға кірісу үшін сәтті уақыт. Қаржылық мүмкіндіктер көбейіп, табыс көзі артуы ықтимал. Алайда ұсақ текке көңіл бөлмей, негізгі бағытты ұмытпаңыз. Махаббат. Махаббатта от сезімдер басым болады. Қарым-қатынаста сүйіктіңізге көбірек көңіл бөлу арқылы байланысыңызды нығайта аласыз. Ал жалғыз арыстандарға жаңа таныстықтан романтикалық бастама тууы мүмкін. Денсаулық. Энергияңыз мол болғанымен артық күш жұмсап, өзіңізді шаршатпаңыз. Дене белсенділігі жақсы, бірақ тепе-теңдікті сақтаңыз. Жылы шай ішіп, жақсы ұйықтау да қажет. Кеңес. Жұлдыздар айтады, бүгін өзіңізді көрсетуден қорықпаңыз, бірақ өзгелерді де тыңдауды ұмытпаңыз. Бикеш. Бикештер үшін бүгінгі күн жоспарлау мен нақты істерге арналады. Сіздің ұқыптылығыңыз бен ұсақ түйекке мән беру қабілетіңіз көп жағдайда пайдалы болады. Бүгін істелген әр қадамыңыз ертеңгі жетістіктің негізін қалады. Жұмыс пен қаржы. Бүгін есеп-қисап, құжат немесе жоспар жасауға қолайлы күн. Жаңа жобаларда сіздің талдағыш ақылыңыз басқаларға үлгі болады. Қаржы жағынан шығынды бақылап, ұсақ түйекке артық ақша жұмсамаған жөн. Махаббат. Жақындарыңызға көбірек уақыт бөліңіз. Жан жарастығыңызға сабыр мен түсіністік әкелсеңіз, қарым-қатынасыңыз одан әрі тереңдейді. Жалғыз бикештер үшін бұл күн күтпеген кездесуге жол ашуы мүмкін. Денсаулық. Денеңізге жеңілдік сыйлау үшін таза ауада серуендеп, дұрыс тамақтанғаныңыз жөн. Ұйқы режимін сақтауды ұмытпаңыз. Кеңес. Әрбір ұсақ түйектің артында үлкен жетістік жатады. Бүгінгі күніңіздің ұраны осы. Таразы. Таразы үшін бүгінгі күн тепе-теңдікті сақтап, жан дүниеге тыныштық әкелетін сәт. Сіз үшін қарым-қатынаспен айналадағы атмосфера ерекше рөл ойнайды.
Кіммен аралассаңыз да, әділеттілік пен сыпайылық танытсаңыз, бәрі сіздің пайдаңызға шешіледі. Жұмыс пен қаржы. Әріптестермен келіссөз жүргізуге, жаңа байланыстар орнатуға өте ыңғайлы күн. Сіздің дипломатиялық қабілетіңіз көптеген есікті ашады. Қаржыда асығыстық жасамаңыз, ең дұрысы үлкен сатып алуларды кейінге қалдыру. Махаббат. Жұптағы таразылар үшін қарым-қатынаста үйлесімділік орнайды. Сезімдеріңізді ашық айту арқылы кішкентай түсінбеушіліктерді жеңесіз. Жалғыз жүргендер үшін жаңа таныстық басталып, болашақ махаббатқа айналуы мүмкін. Денсаулық. Психологиялық тепе-теңдікті сақтау маңызды. Музыка тыңдап, табиғат аясында серуендеу сізге ерекше күш-қуат береді. Кеңес. Ішкі тыныштық, сыртқы үйлесімділіктің кілті, бүгін осы қағиданы ұстаныңыз. Саршаян. Саршаяндар үшін бүгінгі күн құпиялардың ашылатын. Жүрекке жақын тақырыптардың қозғалып, ішкі түйсіктің күшейетін уақыты болмақ. Сіз сезімталдығыңыз арқылы адамдардың ойы мен ниетін тез түсінесіз. Жұмыс пен қаржы. Маңызды шешім қабылдауға қолайлы сәт. Интуицияңызға сенсеңіз, табысты қадам жасайсыз. Қаржыда күтпеген түсім немесе бұрынғы еңбектің жемісі келуі мүмкін. Дегенмен құпия жоспарларыңызды бәрімен бөліспегеніңіз дұрыс. Махаббат. Жұптағы саршаяндар үшін романтика мен құштарлық артады. Сезімдеріңізді жасырмай, ашық көрсетсеңіз, қарым-қатынасыңыз нығаяды. Ал жалғыз жүргендер үшін тағдыр күтпеген таныстықты сыйлауы ғажап емес. Денсаулық. Энергияңыз мол, бірақ оны дұрыс бағыттап жұмсау қажет. Артық эмоциядан арылу үшін спортпен немесе медитациямен айналысқан пайдалы. Кеңес. Сыртқы әлемнен бұрын өз жүрегіңнің сыбдырына құлақ ас. Мерген. Мергендер үшін бүгін кеңістікке ұмтылатын, жаңа мүмкіндіктерге жол ашылатын ерекше күн. Еркіндікті сүйетін табиғатыңызға сай, ойыңызға келген жоспарды жүзеге асыруға күш пен шабыт табасыз. Жұмыс пен қаржы. Бүгін кәсіби салада ірі қадам жасауға жақсы мүмкіндік бар. Шетелдік жобалар, оқу немесе іс-сапар мәселелері туындауы ықтимал. Қаржыда жол ашылады, бірақ асығыс шешім қабылдаудан сақтаныңыз. Махаббат. Жұптағы мергендерге серігімен бірге ортақ жоспар құруға қолайлы сәт. Саяхаттау немесе ортақ арманды бірге талқылау қарым-қатынасты нығайтады. Ал жалғыз мергендерге күтпеген кездесулер жүрегін жаулап алуы мүмкін. Денсаулық. Жаңа энергия толқыны келеді. Дене белсенділігіне көңіл бөліңіз, спорт, таза ауада серуен сізге ерекше күш береді. Кеңес. Көкжиекке қарай қадам жасаған сайын, жаңа мүмкіндіктер ашылады. Тәуешкі. Тәуешкілер үшін бүгін тәртіп пен табандылықтың жемісін көретін күн. Сіз көптен бері бастаған істеріңізді нақтылап, маңызды нәтижеге қол жеткізесіз. Бүгінгі күні сабырлы әрі байсалды қадамдар жасаған дұрыс. Жұмыс пен қаржы. Жаңа жоспарларды іске қосу үшін қолайлы сәт. Әсіресе ұзақ мерзімді жобаларда табыс күтіп тұр. Басшылардың назарына оң көзқараспен ілігу мүмкіндігі жоғары. Қаржыда тұрақтылық күтіледі, тек артық шығынға бармаған абзал. Махаббат. Отбасылы тәуешкілерге үйлесім мен түсіністік күшейетін кезең. Серігіңізге көбірек көңіл бөліңіз. Жалғыз жүргендерге еңбек ортасында немесе ресми кездесуде тағдырлы жан жолығуы ықтимал. Денсаулық. Ұзақ уақыт бойы жұмысқа беріліп шаршау жинақталуы мүмкін. Күніңізді жоспарлап демалысқа уақыт арнаған абзал. Таза ауа, табиғат аясында серуен сізге үлкен күш береді. Кеңес. Биікке көтерілгің келсе, әр қадамыңды сенімді жаса. Су құйғыш. Су құйғыштар үшін бұл күн ерекше энергияға толы болмақ. Сіз бүгін әдеттегіден де өзгеше ойлап, жаңа бағыттарға бет бұрасыз. Жұлдыздар сізге батыл қадамдар жасауды ұсынады, себебі уақыт дәл қазір сіздің жақта. Бұрын жүрексінген идеялар мен жоспарларды қайта қолға алып, жүзеге асыруға мүмкіндік бар. Әсіресе шығармашылық, жаңа жобалар, бизнес бастамалар үшін қолайлы уақыт. Жұмыс пен мансапта өзгеше ойларыңыз арқылы өзгелердің назарын аударуыңыз әбден мүмкін. Басқалардың ойына сыймайтын идеяларыңыздың артында нақты нәтиже бар екенін дәлелдесеңіз, беделіңіз өсіп, сенімге ие боласыз.
Әріптестермен қарым-қатынаста шыдамдылық танытыңыз, өйткені бәрі сіздің ойыңызды бірден түсіне бермейді. Қаржылық тұрғыда тұрақтылық байқалады. Күтпеген жерден қосымша табыс немесе бұрын берешек болған қаражат қайтарылуы ықтимал. Бірақ бүгін ірі шығындарға бармаған дұрыс. Алған ақшаңызды өз болашағыңызға, дамуыңызға салғаныңыз жөн. Жеке өмірде суқұйғыштарда жылы сәттер күтіп тұр. Жұлдыздар махаббат пен сыйластыққа толы жағдай жасайды. Егер қарым-қатынаста болсаңыз, серігіңізбен ортақ арман, мақсаттар туралы сөйлескеніңіз абзал. Бұл сенімді нығайтады. Ал жалғыз жүрген суқұйғыштар күтпеген жерден жүрегін еліктіретін адаммен танысуы мүмкін. Денсаулық тұрғысынан өзіңізге көңіл бөлу маңызды. Күннің екінші жартысында шаршағыштық болуы ықтимал, сондықтан демалуға уақыт табыңыз. Жай ғана таза ауада серуендеу немесе музыка тыңдауда энергияңызды қайтара алады. Кеңес: бүгінгі күнді шабыт пен сеніммен өткізіңіз. Жаңашылдыққа қорықпай қадам басыңыз, жүрегіңізді тыңдаңыз. Алдыңыздағы мүмкіндіктердің бәрін пайдалана алсаңыз, суқұйғыш үшін 22 тамыз өміріңіздегі жаңа кезеңнің бастауы болуы ықтимал. Балықтар үшін бүгінгі күн ерекше рухани және эмоционалды толы болмақ. Сіздің жүрегіңіз сезімге жақын, ал ойыңыз терең ойларға толы болады. Жұлдыздар сізге сабыр сақтап, асығыстық жасамауға кеңес береді. Өмірде болып жатқан әрбір ұсақ түйекке мән беріп, оған жүрекпен қарасаңыз, бүгінгі күн сізге үлкен сабақ болады. Жұмыс пен мансапта интуицияңыз ерекше күшке ие. Қандай шешім қабылдасаңыз да, ішкі сезіміңізді тыңдаған дұрыс. Бұл әсіресе шығармашылықпен айналысатын балықтар үшін тиімді. Музыка, жаңа идеяларды жүзеге асыруға қолайлы уақыт. Егер командада жұмыс істесеңіз, әріптестеріңіз сіздің нәзік әрі ерекше ойларыңызға сүйенуі мүмкін. Қаржылық тұрғыдан балықтарға аса абай болу керек. Қазіргі кезде шығынға көп берілмей, жоспарға сүйенгеніңіз дұрыс. Артық эмоция мен ақша жұмсасаңыз, кейін өкініп қалуыңыз мүмкін. Ал егер салмақты шешім қабылдай білсеңіз, қаржыңыздың тұрақты болуына жол ашасыз. Жеке өмірде жүрекке жылу сыйлайтын сәттер күтілуде. Қарым-қатынаста жүрген балықтар үшін бұл күн нәзік әңгімелер мен ортақ жоспар құруға қолайлы. Сүйген адамыңызбен бірге уақыт өткізу сізге тыныштық пен сенім береді. Ал жалғыз жүрген балықтар бүгін ерекше жанмен кездесу мүмкіндігіне ие болуы мүмкін. Бұл кездесу болашақта жүрекке үлкен өзгеріс әкелуі ықтимал. Денсаулық тұрғысынан балықтар үшін ең бастысы эмоционалды тепе-теңдік. Қатты ойланудан немесе уайымнан аулақ болыңыз. Медитация, табиғат аясында серуендеу, жағымды музыка тыңдау сізге күш-қуат береді. Су стихиясы сіздің беліңіз болғандықтан ванна қабылдау немесе суда уақыт өткізу де ерекше пайдалы болмақ. Кеңес: бүгінгі күнде жүрегіңіздің үнін тыңдаңыз. Әлем сізге нәзік белгілер арқылы жол көрсетіп тұр. Сабырлы болып, жан дүниеңізді тыныштықта ұстасаңыз, сіздің алдыңызда жаңа мүмкіндіктер ашылады. 22 тамыз барлық жұлдыз белгілері үшін ішкі тыныштықты табу, өмірді жаңа қырынан көру және жоспарларды қайта қарау күні. Жұлдыздар бізге асығыстық жасамауға, әр істі ойланып, сабырмен шешуге кеңес береді. Бұл күннің басты энергиясы теңгерім мен үйлесімділік. Жұмыста көпшілігіңіз үшін жаңа идеялар пайда болады. Бұл күн әсіресе шығармашылықпен, жоспар жасаумен, келіссөз жүргізумен айналысатындарға пайдалы. Қаржылық тұрғыда тұрақтылыққа ұмтылу қажет, артық шығыннан аулақ болып, болашаққа салым жасауға ыңғайлы уақыт. Жеке өмірде қарым-қатынастарға жылулық, сенім мен жақындық беріледі. Жұлдыздар жүрегін ашып, сезімін білдіруге дайын болғандарға қолдау көрсетеді. Ал жалғыз жүргендер үшін бұл күн тағдырлы кездесулердің бастамасы болуы мүмкін. Денсаулықта көпшілігіңізге эмоционалды тепе-теңдік керек. Стресс пен шаршауды артта қалдырып, спорт пен тыныс алу жаттығуларымен, табиғатты серуендеумен айналысқан жөн. Жалпы 22 тамыз жаңа қадамға дайындық күні. Әлем сізге белгілер мен мүмкіндіктерді көрсетеді. Тек жүрегіңіздің үнін тыңдап, сеніммен алға жүрсеңіз, сәттілік сіздің серігіңіз болады.